Нағыз мандариннің сезоны кезінде дәл осы пирогты жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе бестің шайына дайындасаңыздар, бір отырғаннан жоқ болатын пирогтардың бірі. Өте әдемі дәмді пирог. Алдымен жұмыртқамызды тысымызға салып алғаннан кейін, оның үстіне қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Сары майымызды ерітіп, оны да үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Көбісі сұйық май қосып жатады, қыздар. Сұйық майымыз сары май қосамыз. Ұнымызға разрыхлитель қосып, тағы да араластырып, ұнымызды аз-аз мөлшерден салып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Дәл осы бір масса болып шығады. Одан кейін мандариндеріміз жақсылап ашып алғаннан кейін дәл ортасынан бөліп шығамыз. Мына әдемілікті енді қарап тұра бергім келеді ғой, қыздар. Формамызды жақсылап сары маймен майлап алғаннан кейін қантты кішкене сеуіп, одан кейін мандариндерімізді бірінен соң бірін осылай орналастырып шығамыз. Осы тұста пештеріңіз қыздырып қойыңыздар, қыздар, міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. Сөйтіп оның үстінен тестамызды осылай жақсылап құйып, одан кейін қасықтың көмегімен жан-жағына осылай жайып шығасыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан спашкидің көмегімен тесіп, егер құрғақ болса пісті деген сөз. Дәл осылай күшті болып піседі. Қыздар, пирогты міндетті түрде суығаннан кейін формасынан алыңыздар. Сол кезде оңай алынатын болады. Осылай төңкеріп аламыз. Бірден ұсына бересіздер, өте дәмді болып шығады. Қаласаңыздар сахарный пудрамен әсемдеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Ұнаса достарыңызбен де дәл осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта дәл осы жасалатын оңай, өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, пирог осылай жұмсақ күшті болып шығады. Енді бұл пирог ауызда салса еритін пирогтардың бірі.